Экзистенция анализі. Экзистенция деп адам болмысынан, яғни рухынан шығып, адами қасиет болып көрінетін феномендерді айтады. Экзистенциалистер сұрақты былай қояды. Адамды айуаннан қандай қасиеттері ерекшелейді? Оған ар-ұят, еркіндік, жауапкершілік, махаббат, уәде, қайғы, юмор, өлімге дайындық жатады. Бұрын дін ғылымы адамды екіге бөлетін, жан мен тән. Бірақ бұл екеуі де жануардың бойынан табыла берді. Жануарда да, адамда да жан мен тән бар. Дін ғылымы адам өлсе, жаны ұшып барзақ әлеміне кетеді деп түсіндірді. Бірақ тағы бір сұрақ пайда болды. Жануар өлсе, оның жаны қайда шығады? Адам мен жануардың денесін қозғап тұрған жан емес пе? Ендеше адамның артықшылығы неде? Осындай нәзік сұрақты айырып алмаса, қоғамның тұйыққа тірелуі де демде. Ондай қоғамда адам айуанға теңеліп, редукционизм күшейеді. Редукционизм адамға ақылды жануар немесе құны жоқ зат деп қарау. Оның зиянын біздің елде емхана мен полицияға ісін түскенде көресің. Бұл екі мекемеге кіргенде кісінің адами сезімдері тапталып, бейне бір қорлық шеккендей хәл кешеді. Енді бұл мекеменің табалдырығын аттап баспастай болып түніледі. Ойпырмай, алдында адам жатыр ма, мал жатыр ма айырмайды. Парқы жоқ қой. Адам құрлы көрмеді, деп шағымданып жатады. Осының қорлығы өтіп кеткені сонша, той томалақта ел жұрт Құдай милиция мен больницадан сақтасын деп тост көтеретін болды. Екінші шектен шығатын жағы айуанды адамға теңейді. Мысалы 2000 жылдары Ұлыбританияда мынадай оқиға болған. Белсенділер жан-жануардың құқығын қорғаймыз деп соларға эксперимент жасайтын орталық алдында митинг өткізді. Эксперимент жасайтын әрбір тышқанға паспорт жасаңдар деп талап қойды. Ғалымдар дәрі-дәрмек жасау үшін эксперименттің қажет екенін, дәріні алдымен тышқанға егіп тәжірибе жасамаса, адамдағы ауруды жеңу мүмкін емесін түсіндіріп әлек. Бірақ белсенді топтың шектен шыққаны сонша, елді шулатып, бюджеттен мекеменің ақшасын қырқып тастады. Бұл өзі отырған бұтақты арамен кескен Қожанасырдың тірлігін еске салады. Айуанға жан ашып оларды қорғау игі іс. Басында жойылып бара жатқан сирек аңдарды қорғау үшін түрлі бастама көтерілді. Бірақ шектен шыққанда соны тышқанның құқығын қорғаумен аяқталды. Бұрынғы дәстүрлі танымда қалай еді? Діни көзқарас бойынша Тәңірі адамды жердегі күллі тіршілік иесіне пана болсын деп ең соңынан жаратыпты. Ал адамның амандығы үшін құрбан болған жан-жануар Алланың рахметіне мәңгілік бөленеді екен деп келетін. Айуанды адаммен теңестіру қауіпті. Адам солардың ішіне жоғалып кетуі мүмкін. Сондықтан кісі баласын айуаннан ерекше ететін қасиеттерді дәл айыру керек. Экзистенциалистер сол үшін ағылшынның exit сөзін қолданады. Экзистенция атауы да осыдан шыққан, яғни адами қасиеттерді жануарлық сипаттан іріктеп шығарып алу. Олардың көздеген мақсаты адамды айуанға теңемеу, айуанды адаммен теңестірмеу. Оларды былай іріктейді. Еркіндік адамға тән қасиет. Жануардың ерік жоқ, инстинкт қана бар. Қарын ашу сезімі инстинкттен шығады. Ашыққанда айуан өзін тежемейді. Ондай инстинкт адамда да бар. Бірақ адам қарны шұрылдап тұрса да, ерік жігерінің күшімен тамақ ішпей отыра алады. Айуанда ерік жоқтығын мынадан да көреміз. Олар тіршілік мекенінен ұзаққа кете алмайды. Еркі сол жерге байланған. Ал арман арқалаған адам 6 құрлық 4 мұхитты кезіп кетуге дайын тұрады. Енді юморды алайық. Бұл тек адамда бар қасиет. Жануар күлмейді. Юмордың хикметі не?
дегенге экзистенция былай жауап берді: юмордың хикметі өз кемдігіне өзін күлу. Жауапкершілік те сондай. Адам ғана ерікті түрде жауапкершілік арқалайды. Жануарда бұл феномен жоқ. Осылайша адами қасиеттерді іріктеп алады да оған экзистенция деп ат береді. Экзистенция адами феноменді қапысыз тану үшін адам табиғатын шартты түрде үшке бөледі: тән, биология, жан, психика және рух, ноологика. Но деген көне грек тілінде ақыл немесе рух деген сөз. Жалпы ғылым мен дінде, философия мен психологияда адамды түрлі қабатқа бөліп қарастыратын теория көп. Көбі адамды жан мен тән деп екіге жара салады. Жалпы әлемге үстемдік еткен көзқарас Фрейдтің теориясы. Ол адам психикасын ид, эго, суперэго деп үшке бөлген. Бірақ бұлардың ешқайсы да адамның тәңірлік табиғатын толық ашпайды. Қазақ дүниетанымында да адамды ескіше екіге бөледі: жан мен тән немесе нәпсі мен рух дейді. Біздіңше, алғаш болып адамның тәңірлік табиғатын дұрыс айыруға талпыныс жасаған ғұлама хәкім Абай сияқты. Малда да бар жан, жан мен тән. Ақыл, сезім болмаса, тіршіліктің несі сән, тереңге бет қоймаса дейді. Адам мен айуанда жан мен тәннің біраз ұқсастығы бар. Бірақ Абай кісі баласының артықшылығы ақылы мен сезімі деп көрсетеді. Іргесі Еуропада қаланған психология ғылымынан алыс тұрғандықтан экзистенциализм академиялық терминдерін қолдана алмаған. Оны қазақ тіліне лайықтап тереңдік деп берді. Виктор Франкл осы тереңдікті ноологикалық қабат деп ғылымға енгізді. Хәкім Абайдың тағы бір нәзік нәрсені дәл айыруға талпынғанын мына өлеңінен білеміз. Ғашықтық құмарлықпен ол екі жол, құмарлық бір нәпс үшін болады сол, дейді. Яғни махаббат феноменін құмарлық үшін құрбандық қылуға болмайтынын түйсікпен сезеді. Бірақ экзистенция анализімен талдап, талшықтап түсіндіруге академиялық арсеналы жетпейді. Себебі қазақ ғұламасы Жидебайда жалғыз жатыр. Абайдың мектебінен шыққан шәкәрімді экзистенциямен айналысқан алғашқы ғалым деп танимыз. Себебі еңбегін қарасаңыз, моральдық өсиеттер гөрі ақыл деген не, ақирет деген не, жан деген не, сабыр деген не, рух деген не деген сияқты онтологиялық талдаулар көп. Шәкәрімнің шығармаларын қарап отырып, батыстағы экзистенция философиясымен жақсы таныс болған аңғарасыз. Себебі редукционизмді затшылдық деп береді. Ақыл категориясын сау ақыл, таза ақыл деп бөлуге тырысады. Шәкәрім Абайдың меңзеп кеткен тереңдігіне тереңірек енуге талпынғаны анық байқалады. Адамның табиғатын да алғаш үшке бөледі: тән, биология, көңіл, психика, жан, рух. Мысалы, басында жан мен дене екі басқа, жан шыдап тұра алмайды қозғалмасқа. Дене сауыт сықылды, жанның орны, оған да күту керек бұзылмасқа. Ал енді сипатталы көңілді біз, ескеріп бұл сөзімді жақсы ұғыңыз. Жан мен дене қосылған ерлі қатын, екеуінен туады көңіліміз. Табиғат бірде бұлай, бірде олай, кетері мәлім емес әлде қалай. Әкесі жан, шешесі дене болып, көңіліміз сол себептен екі талай. Шәкәрім қажы адамның психикасын көңіл деп атайды. Көңіл дене мен жанның белсенді әрекетінен туады деп ашықтайды. Бұл Шеллер, Гартман, Франкльдің ноологикалық өлшеміне дәл келеді. Өкінішке орай 1931 жылы 2 қазанда Шәкәрімді большевиктер атып тастады. Қазақ жұртының онтологиялық танымының тоқтауын осы күннен белгілесек те болады. Виктор Франкл айтқандай, онтологиялық таным болмаса, оның орнын моральдық таным басады. Осыдан соң
Қазақ жұртында кез келген құбылысты ақ пен қара түске бөліп, дұрыс не бұрыс деп баға беретін мешеу дүние таным үстемдікке жетті. Жайсыз оқиғаның түп негізіне үніле алмайды. Сыртқы көрінісіне қарап үкім береді. Тыстан тағылған қатал үкімге адам психикасы әмәнда қарсы реакция танытады, яғни ерегісе түседі. Сол кезде рухани проблема екесеге ұлғаяды. Экзистенция ғылымының кілт үзілуі қазіргі мешеу дүние танымның жуандай түсуіне әкелді. Совет кезінде махаббат ұғымы тар шеңберге қамалды. Желік сезім, құмарлық, қызғаныш бәрін махаббат деп түсінетін жағдайға жетті. Төңкеріске дейін Сопы Ишан хазіреттер махаббаттың шарықтау шегін Тәңірдің дидарына дейін апарып жалғаған еді. Мысалы, ғашықтық жол саған бастар бір және бар. Не қылсан да ғашық қылшы, перуардигар. Қолым жайып дұға қылам, ием жабар. Не қылсан да ғашық қылшы, перуардигар. Ясауи. Дененің барша қуаты өнерге салар бар күшін. Жүректің ақыл суаты махаббат қылса Тәңір үшін. Абай. Менің жарым қыз емес, ақиқаттың шын нұры, оны сезер сіз емес, көзге таса бұл сыры. Шәкәрім. СССР мұндай сопылық танымды түгел талқандады. Совет ақын жазушыларына махаббатты романтикалық мақамда жырлауға тапсырма берді. Махаббатты 16 мен 25 жас арасында ақ бөкенде желіп өте шығатын алдамшы сезімдей көрсетті. Бүкіл өлең, бүкіл роман соған құрылды. Батыста адамды соматика тән, психика жан, ноологика рух деп шартты бөлу алғаш Шеллер, Гартман, Франклдан басталды. Мұны ноологикалық өлшем деп айтады. Себебі болмысты олай бөлмейінше адамның айуаннан артық қасиеттері байқалмайды. Сыртқы іс қимылына қарап, түпкі мотивацияның тәннен, жаннан не рухтан шығып жатқанын айыра алмайсың. Осы шатасуды шешу үшін Франкл мынадай геометриялық фигураларды қолданды. 3 түрлі фигураны алады да төбесінен жарық түсірді. Үшеуінің кескіні 3 түрлі болғанымен көлеңкесі шеңбер болып көрінеді. Сосын фигураның кескінінен хабары жоқ адамға не көріп тұрсын деп сұрады. Ол шеңбер деді. 3 фигура бірдей ме деп сұрады. Иә деп жауап берді. Сосын жарықты төбеден емес, жанынан түсіріп, енді не көріп тұрсын деді. Цилиндр, конус, шар деді ол. Көрдің бе, фигура 3 түрлі болғанымен көлеңкесі шеңбер болып түсе береді. Сол сияқты адамның да іс-әрекеті сырт көзге бірдей көрінуі мүмкін. Шатасу осы жерден басталады. Адамның амал әрекетін экзистенция анализбен тексерсен, олар түп негізінде 3-ке жарылып кетеді. Яғни бірі соматикадан, екіншісі психикадан, үшіншісі ноологикадан шығады дейді. Ноологикалық өлшемді оңай түсіндіру үшін мынадай мысал ұсынамыз. 3 фигураның бір пішінде көрінгені сияқты біздің тіршілікте де бір оқиға 3 түрлі негізден тарайды. Бір әйел тамақ ішпей отыр делік. Күйеуі: "Неғып тамақ ішпей отырсын?" деп сұрайды. Әйелі: "Толып кетіппін, салмақ тастау үшін диетада отырмын" дейді. Бұл тән немесе соматикалық себеп. Биологиялық дене бітімін реттеп, әдемі көрінуі үшін әйелі аштық ұстап отыр. Енді екінші жағдайды алайық. Күйеуі үйіне келсе, әйелі тағы тамақ ішпей отырады. "Неғып тамақ ішпей отырсын?" деп сұрайды. Әйелі: "Көршімен ұрсып қалдым, содан тәбетім жоғалды. Ашу ызадан аяқ қолым тырсып, ас батпай отыр. Ашуым тарқасын, сосын ішемін" дейді. Бұл психологиялық себеп, яғни проблема әйелдің тәнінде емес, жанында болып отыр. Үшінші жағдайды аламыз. Күйеуі үйіне келсе, әйелі тағы тамақ ішпей отырады. "Неғып тамақ ішпей отырсын?" деп сұрайды. Әйелі: "Рамазан айы басталды. Құдайдың ризалығын табу үшін
30 күн ораза ұстауға ниет еттім. Бұл жердегі тамақ ішпеу себебі әйелдің тәніне не жанынан емес, рухани болмысынан шығып жатыр. Діни сеніммен мұсылман баласы саналы түрде аштық ұстайды. Яғни бір тамақ ішпеу оқиғасы адамның үш болмысынан өрбиді. Дәл осылай жігіттің қызға деген ынтық сезімін де зерттеуге болады. Сыртынан қарасан махаббат болып көріне береді. Ішіне үңілсең қыздың сұлулығына, әсем қылығына, ақыл парасатына ғашық болып шығады. Шынайы махаббатты логикалық өлшемде ғана таба аламыз. Бұған дейін махаббатты аналық махаббат, туыстық махаббат, эротикалық махаббат, құдайлық махаббат, отандық махаббат, прагмалық махаббат деп бөліп зерттеген ғалым көп. Махаббатты солай зерттесең шатасуға тірелесің. Ақылдың тиянағы үшін ғана біз логикалық өлшемде талдаймыз. Бірақ бұл қабаттардың шекарасы көзге анық көрініп тұратын материалдық зат емес. Сондықтан адамның ынтық сезімін талдағанда оны шартты түрде ғана үшке бөлдік. Біріншісі, жыныстық құмарлық, адамның физиологиялық мұқтаждығы, құмарлық қысқан кезде ұрығын қалайда шығарып жіберуге тырысады. Екіншісі, романтикалық сезім, адамның қылығына, күлкісіне, мінезіне ғашықтық. Бұл сезім адамның психикалық қабатынан шығады. Үшіншісі, шынайы махаббат, адамның ақыл парасатына ғашық болу. Бұл кезде биологиялық, психологиялық мұқтаждық рөл ойнамай қалады.